Сәлеметсіздер ме балалар, сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз литосфералық катаклизмдер. Сабағымыздың мақсаты дүние жүзінде және Қазақстанда литосфералық катаклизмдердің себеп салдарын, таралуын түсіну. Балалар, бүгінгі сабағымызда литосфералық катаклизмдердің түрлері мен олардың пайда болу себеп салдарын қарастыратын боламыз. Ал енді катаклизмнің не екенін білесіздер ме? Катаклизм дегеніміз табиғаттағы жойқын апатты жағдай. Есімізге түсіріп көрейікші, сіздер қандай табиғи катаклизмдерді білесіздер? Олар қандай жерде болады? Жарайсыздар, литосфералық катаклизмдерге жер сілкінісі, жанартаудың атқылауы, цунами, тағы басқа апаттар жатады. Жер бетіндегі жер сілкінісі бір қалыпты таралмайтыны бұрыннан белгілі. Олар мыңдаған километрге созылған сейсмикалық белдеулер шоғырланады. Альпі және Гималай сейсмикалық белдеулері бұрыннан белгілі болса, басқа белдеулер кейіннен сейсмографтық аспаптардың көмегімен анықталады. Жердегі тектоникалық белсенділік тақталардың түйіскен шекараларында және бір-бірімен соқтығысқанда пайда болады. Жер сілкінісі дегеніміз не? Жер сілкінісі жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербелуі. Жер сілкінісі кезінде жер қыртысының терең қойнауындағы кенеттен күш алып қозғалған жері ошағы деп аталады. Балалар, сіздер білесіздер ме? 130 жылдан астам уақыт бұрын 1887 жылы 28 мамырда таңғы 4:35-те Верный қаласында, қазіргі Алматы қаласында жойқын жер сілкінісі болды. Оны Верный апаты деп атаған. Түркістан газеті ақпаратындағы жер сілкінісінің сипаты қираған қаланың шуы мен гүрілі 100-ден астам шақырымнан естілді, ал көтерілген шаң қала көшелерін тұман сияқты басып қалды деп сипаттаған екен. Ал жанартау дегеніміз не? Жанартау дегеніміз ол терең магмалық ошақтардан жер бетіне лавалар, ыстық газдар мен булар, балқыған тау жыныстарының атқылап тұратын жер қыртысындағы жарықтардан пайда болатын табиғи құбылыс. Жанартаулар бейнелеп айтқанда отпен тыныс алатын таулар, немесе жердің ішкі қабатына өтетін терезелер. Конус және күмбез тәрізді геологиялық жолмен пайда болған таулар. Тау шыңында кесе немесе шұңғыма тәрізді ұңғы кратер болады. Кратердің төменгі жақ бойлық канал арқылы көмейге жалғасады. Осы канал арқылы магма жер бетіне қарай көтеріледі. Ал енді балалар, жанартаулардың түрлеріне назар аударайық. Сөнген жанартаулар. Оған Эльбрус, Қазбек, Килиманджаро жанартаулары жатады. Келесі бізде сөнбеген жанартаулар. Сөнбеген жанартауларға Ключи шоқысы, Этна, Мауна Лоа сияқты жанартаулар жатады. Ал ұйқыдағы жанартауларға Ресейдегі Камчатка түбегінде орналасқан кіші Семачик және Филиппинадағы Пинатуба жанартауы жатады. Теңіз жағалауында болатын басқа апаттарға қосымша жер сілкінісі әсерінен туындайтын цунами. Ол жапон тілінде үдемелі толқын деген мағынаны білдіреді. Цунами күшті жер сілкінісінің әсерінен мұхит бетінде қалыптасатын жойқын, өте биік толқын. Цунамидің жылдамдығы су бетінде сағатына 400-800 километрге дейін жетеді. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша қосымша ақпарат алғыларыңыз келсе, осы QR код арқылы кіріп, бейне материалды көрулеріңізге болады. Ал енді бүгінгі тақырып бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма картамен жұмыс. Жер сілкінісі жиі болатын аймақтарды картадан тауып белгілеңіздер. Белсенді жанартаулар шоғырланған аймақтарды көрсетіңіздер. Және неліктен бұл аймақтарда литосфералық катаклизмдер жиі болады? Осы сұраққа жауап беріп көріңіздер.
Ал енді жауабымызды тексерейік. Жер сілкінісі жиі болатын аймақтар тынық мұхиттық отты белдеуі. Бұл белдеу тынық мұхитының айналасында жер қыртысының плиталарының шекарасында орналасқан. Мұнда жиі жер сілкіністері және жанартау атқылаулары болады. Жер орта теңізі Гималай белдеуі. Бұл Африка мен Евразия плиталарының соқтығысатын шекарасы бойында орналасқан. Литосфералық катаклизмдер жиі болатын аймақтар Камчатка түбегі, Жапония аралдары және Индонезия. Бұл аймақтар плиталардың шекараларында орналасқан. Плиталардың соқтығысуы жер сілкінісі мен жанартау атқылауларына себепші болады. Екінші тапсырма: литосфералық катаклизмдердің пайда болу жолы мен салдарын кестеге толтырыңыз. Яғни бұл жерде жер сілкінісі, жанартау, цунами берілген. Ал енді жауаптарымызды тексерейік. Жер сілкінісі себебі жер қыртысының қозғалуынан, салдары жердің бұзылуы, ғимараттардың құлауы, адамдардың өлімі. Жанартау себебі магманың жер бетінен көтерілуінен, лаваның ағым таралуы, түтін, күл, газ шығуы, қоршаған ортаның ластануы. Цунами мұхит түбінің жер сілкінуінен жағаны су басуы, үйлердің қирауы, көп адамдардың зардап шегуі. Балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылау үшін WordFlow платформасындағы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ең бірінші сұрағымыз: катаклизм түрін анықта. Бұл жерде дұрыс жауабы жер сілкінісі болады. Жарайсыздар балалар, өте дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі сұрақ: жер сілкінісін анықтайтын құрал. Әрине, сейсмограф болады. Жанартаудың құрылысы. Бұл жерде кратер болады. Жарайсыздар балалар. Жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіз жерлер: парта, стол, қабырға. Қар көшкіні пайда болу аймақтары. Әрине, тау беткейі. Жарайсыздар. Сейсмикалық бал жүйесі 1 мен 12 балдық жүйемен есептелінеді. Тау жыныстарының үзілуі мен жылжуы орын алатын тереңдіктегі нүкте. Жер сілкінісінің ошағы. Ал жер сілкінісі дегеніміз не? Жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербеле қозғалуы. Жарайсыздар балалар, өте дұрыс жауап бердіңіздер. Ал катаклизм дегеніміз не? Ол табиғаттағы апатты жағдай. Жанартаудың құрылысы неше бөліктен тұрады? Әрине, 3 бөліктен тұрады. Жарайсыздар балалар, барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін сіздер литосфералық катаклизмдердің түрлерімен, себебімен және оның салдарымен таныстыңыздар. Табиғи апаттар туралы білім алу өзіңнің ғана емес, айналадағы адамдарды қорғауға үлесің екенін ұмытпайық. Балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаса, төменгі жерге пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Үйге тапсырма: Қазақстанда болған жер сілкіністері тақырыбына ой толғау жазып келу. Осымен сабағымыз аяқталды. Тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.